Баршаларыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін шоколадты құймақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, үстінен қантымызды салып, толықтай араластырамыз. Оның үстінен бөлме температурасында тұрған айранымызды құямыз. Оны да толықтай араластырып, және жарты шай қасық ас содамызды салып араластырамыз. Үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құятын боламыз. Барлық құрамын төмендегі описание бөліміне қалдырамын. Ұнымызды да електен өткізіп, бір масса болғанша комок қалмайтындай етіп араластырып шығамыз. Сұйық майымызды құямыз. Араластырып, бір немесе 2 ас қасық какаомызды қосамыз. Осындай қоймалжың масса болып шығуы қажет. Қысып тұрған табамызға бірінші кезінде майымызды жағып, осылай құймақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Өте оңай, өте дәмді болып шығады. Үй жағдайында сіз де дәл осылай дайындап көріңіз. Достар, менің парақшама тіркеліп, мені қолдап, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.